Абай – қазақ ағартушысы, ақын, данышпан. Оның есімі бүкіл әлемге танымал. Бүкіл адамзат Абайдың өшпес мұрасынан рухани азық алады. Әлемдегі 7 елдің көшелері Абайдың есімімен аталған. Өзбекстан – Ташкент қаласы, Германия – Берлин қаласы, Египет – Каир, Үндістан – Нью-Дели қаласы, Қырғызстан – Бишкек қаласы, Украина – Киев қаласы. Абай ескерткіштері әлемнің 9 қаласында орнатылған. Олар: Ресей – Мәскеу қаласы, Иран – Тегеран, Өзбекстан – Ташкент қаласы, Қытай – Пекин қаласы, Венгрия – Будапешт, Египет – Каир қаласы, Әзербайжан – Баку қаласы, Түркия – Стамбул қаласы, Франция – Рен қаласы. Абай шығармалары әлемнің 18 тіліне аударылған. Орыс, Әзербайжан, түрік, қырғыз, өзбек, татар, неміс, ағылшын, моңғол, француз, латыш, корей, қытай, чех, фарси, урду, болгар және поляк. Біз қазақстандықтар. Абай біздің жерлесіміз. Біз оны мақтан тұтамыз.